Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты горизонталь лақтырылған дене қозғалысы деп аталады. Сонымен, бала су жағасында жардан тас лақтырып ойнайды. Тасты әртүрлі жылдамдықпен лақтырып көрді. Олардың суға жету уақытын, шу алыстығын салыстырды. Енді осы берілген контекст тапсырмасына байланысты 5 сұраққа жауап берейік. Біріншісі, тастың вертикаль бағыттағы қозғалысын тап деді. Егер де суретке назар аударатын болсаңыздар, бұл жерде вертикаль және горизонталь бағытты көріп тұруға болады. Вертикаль бағыттағы қозғалысымыз бізде үдемелі қозғалыс. Сондықтан да бұл жерде қандай жауап болуы мүмкін? Бұл жерде жауаптар берілмеген, дегенмен сіздерге дұрыс жауапты айтып өтейін. Яғни үдемелі немесе тең үдемелі деген қозғалысты жауапты сіздер белгілейсіздер. Келесі сұрағымыз жардың биіктігін тап дейді. Жардың биіктігін қалай табуға болады? Қарап отырсаңыздар, жылдамдықтың негізінен бізде екі құраушысы бар. Яғни горизонталь бағыттағысы, екіншісі вертикаль бағыттағысы болады. Жылдамдықтың горизонталь бағыттағы құраушысы 10 метр секундқа тең болып тұр, ал вертикаль бағыттағы жылдамдығы бұл жағдайда 0-ге тең болады. Себебі жасайтын бұрышы бізде горизонтпен жасайтын бұрышы бізде 0 градус, синус 0 градустан 0-ге тең болуына байланысты h-тың формуласы келесі түрде болады. Яғни h тең бізде g көбейтілген t квадрат бөледі екенбіз қаншаға? 2-ге. Енді осы формула арқылы біз қояйық. Яғни g-ді 10 деп алсын деген 10 метр секунд квадрат көбейтеміз. Уақыт бізде беріліп тұр 5 секунд деп. Яғни 5-тің квадраты бізде 25 секунд квадрат болады, және бөледі екенбіз қаншаға? 2-ге. Осыдан секунд квадрат пен секунд квадрат қысқаратты, жауабымыз бізде 125 метр болады. Демек, осы жауапты сіздер белгілейсіздер. Келесі сұрағымыз, егер бала лақтыру жылдамдығын 2 есе арттыратын болса, тастың т ұшу уақыты мен s ұшу алыстығы қалай өзгереді дейді. Ұшу алыстық дегеніміз не? Денен бастап орын мен соңғы орын қосатын мынау кесіндіні айтамыз. Яғни бұл жерде ұшу алыстығымызды көбіне біз L деген әріппен белгілейтін едік. Дәл біздің жағдайда бұны немен белгілесін деген S әріпімен белгілейміз. Денен бастапқы орын мысалы M, ал соңғы орын N деп белгілейтін болса, сол арасында кесіндіні аралықты біз не деп алады екенбіз? Ұшу алыстығы. Енді бұл жағдайда лақтыру жылдамдығын 2 есе арттыратын болсақ дейді. Ұшу уақыты қалай өзгереді? Біз жоғарыда мына формуланы жазған едік. Яғни t-ның формуласы gt квадрат бөлінген 2. Осы бөліктен біз t-ны табатын болсақ, t неге тең болады? T тең болады түбірасында 2h бөлінген g. Бұл жағдайда қарап отырсаңыздар, бізде жылдамдыққа ешқандай байланысы жоқ екен формулада. Сондықтан да жылдамдықты 2 есе арттырған өзіне де бізде уақыт не істемейді, өзгермейді. Сондықтан да t1 мен t2 бір-біріне тең болады. Келесі ұшу алыстығын тапқан кезінде біз L деп ала берейін негізгі формуласын. Ол S-ке тең дедік. Оның формуласы мынандай еді. Яғни v0 көбейтілген t. Біздің жағдайда жылдамдықты 2 есе арттыратын болса дейді. Ұшу алыстығы мен жылдамдық тура пропорционал болғандықтан да бұл кезде қарап отырсаңыздар, не істейді? Жылдамдық артқан сайын ұшу алыстығы да артады. Демек те бұл жағдайда біз L-ді S-ке тең деп алуымызға байланысты формуладан мынандай болады бізде S2 қанша есе көп болады? S1-ден әрине 2 есе. Сондықтан да 2S1 деген жауапты белгілейміз. T1 тең T2, S2 тең 2S1 деген жауап бірге болған жағдайда осыны белгілейсіздер. Келесі сұрағымыз, бала лақтырған тастың жардың іргесінен түсу қашықтығы дейді. Яғни бағана жоғарыда айтып өткендегідей S-ті немесе L-ді тауып алуымыз қажет. Сондықтан да оны L деп белгілегеніміз дұрыс. Негізгі формула бойынша осы жерден табу үшін v0 көбейтілген t деген формуланы қолданамыз. v0 бізде жоғарыда беріліп тұр 10 метр секундқа тең екендігін. Сонда 10 метр секундты көбейтеміз. T бізде 5 секунд есептің берілгеніне қарайтын болса. Сонда 50 метр қашықтықта жардың іргесіне не істеткен құлайды екен. Және соңғы сұрағымыз, тастың суға жеткен кездегі жылдамдығын тап дейді. Яғни суға жеткен кезіндегі мына бөліктегі біз жылдамдығымызды табуымыз қажет. Бұл жерде жылдамдықтың екі құраушысы бар. Яғни біріншісі VY, екіншісі VX бағытында құраушысы. Енді бұл жылдамдықты тауып алу үшін біз келесі формуланы қолданамыз. Пифагор теоремасы бойынша түбірасында VX-тің квадратын қосамыз VY-тің квадраты.
Мен жоғарыда айтып өткендей, бастапқы мезетіндегі жылдамдықтың y бағытында құраушысы 0-ге тең еді. Бірақ уақыт өтісімен ол төмен қарай түсіп бара жатқан сайын жылдамдықтың y бағытында құраушысы пайда болады. Және оның формуласы қандай еді? Естеріңізде болса, көкжиекке бұршасы лақтырылған дененің қозғалысында біз мынандай формула жазатын едік: v тең v0 көбейтілген синус альфа и қосылған жт деген формуланы бізде плюс болады, себебі төмен қарай түсіп бара жатыр. Бірақ синус 0 градустан 0-ге тең болуына байланысты мына бөлігіміз, бірінші бөліктегі теңдеуіміз 0-ге тең болып кетеді екен. Сондықтан да v-іміз бұл жерде бізде j көбейтілген т-ға тең болады. Ал vx дегеніміз, естеріңізде болса, ол v0 көбейтілген косинус альфа еді. Альфа бізде 0 градуста, ол 1-ге тең болуына байланысты осыдан v0-ға тең болып қалады. Сондықтан да осы формуланы апарып қоямыз. Демекте vx-ің орнына v0 квадратты қоям. Жақша қалып қойдым, мен қала берсін. Екінші gt-дің несі болады екен? Квадраты. Ал енді орнына қойып есептейміз. Сонда түбірасында оның квадраты 100 болады. Қосамыз. J дегеніміз бізде 10, көбейтеміз 5-ке, ол 50 болады. 50-дің квадраты бізде 2500 болатын білеміз. Қосқан жағдайда ол бізде 2600-ге тең болады. Енді осыны түбірасынан шығарамыз. Яғни жоқтаған кезінде 51 метр секунд дегенді белгілейміз. Міне осымен бүгінгі контекст тапсырмамызды талқылау аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналға тіркелуді де ұмытпаймыз. Алдағы уақытта өте көп жаңа видеолар пайда болатындығын ескертемін. Қош сау болыңыздар.